Ол өткен заманда физика, информатика, химия, биология ғылымдар арасында патшалықтар талас үшін талас орналықты. Таққа физика отырады. Физикасы бұл елде болып жатқан құбылыстардың бәрін түсіну мүмкін емес. Физика бұл дүниенің кілті, ашылған сыр, атылған оқ, ішкен астағы технология заттарды физика бағындырады. Сондықтан бұл таққа физика отырады. Жоқ, таққа информатика отырады. Себебі роботты адам қойып сөйлететін, қимылдататын кім? Компьютерде немене компьютерді басқаратын кім? Адам қай ғылым жатады, сондықтан да таққа информатика отырады. Таққа биология отырады. Биология болмаса медицина дамымайтын еді. Өсімдіктің пайдасызын білмейтін едік. Өсімдікке мейірімділігімізді төге алмайтын едік. Табиғаттың қыр-сырын білмейтін едік. Сондықтан таққа биология отырады. Жоқ, таққа химия отырады. Химия болмасақ, тұрмысқа қажетті тыңайтқыштарды, бояуларды, сода сабындарды, парфюмдерді алмас едік. Сол үшін таққа химия отырады. Менің араласқан жөншісі, бірақ соны да айтпасам болмады. Сіздердің таластарыңызды ұзақ уақыт бақыладым. Төртеуіңіз біріксеңіздер, мықты бір патшалық боласыздар. Я келсем, төртеуміз біріксек, өте мықты патшалық боламыз. Білім пайда болса, биіктік сонда.